Енді румяна жағам. Кисточкасы оның бөлек болады. Кисточканың ортасына алам. Румянаны көп алмайсыздар. Кішкене ғана алып бастаңыздар, содан кейін қатты көп жағып қалмайды. Кілген кезде мына томпақтың үстіне румяна жағылады. Мұрынға 2 саусақ жетпей. Күлесіздер. Кішкентай томпашқа жағасыздар. Қалғанын жаңағы корректордың үстіне қарай алып кетесіздер. Тағы да қосса болады. Екінші жағына. Одан кейін кішкене қастың ұшына қарай. Мұрынның ұшы. Және иекке. Неге бұл зоналарға жағады? Өйткені кішкене бетке свежесть береді. Енді хайлайтер. Хайлайтер болмаса, осындай жылтыр түсті тең жақсаңыз болады. Хайлайтерді. Мына жерде корректор болды, мына жақта румяна болды. Хайлайтерді соның үстіңгі жағына жағамыз румянаны. Егер де бетіңіз сопақша болып келген болса, хайлайтерді көбірек жақсаңыз әдемілер жасады. Егер де тура осы сүйектің үстіне кішкене төменірек мына жаққа жақсаңыз, беттері томпақ қызарған мен сияқты, керісінше кішкене жоғары қарай жабу керек. Өйткені одан ары бет үлкейіп кетуі мүмкін. Мұрынның ұшына кешкі кездесулеріңіз, қыдыруларыңыз болса, хайлайтерді кішкене көбірек жағуға болады. Қастың үстіне және де еріннің үстіне. Еріннің үстіне жақсаңыздар, кішкене томпақ болады.